Үйде әкем жоқ. Шет елден айлық жалақысы жоғары жұмыс тауып кеткеніне 1 ай болған. Анам жұмысқа ерте кетіп кеш қайтады. Үйге кіріп шығып жүрген бірақ адам Қанат көке. Көрші әрі әкемнің жақын араласатын серігі десем болады. Балалық шағымда кәмпит әкелді деп мәз болатын едім. Енді бой жетіп қалғалы Қанат көке келеме деп ішімнен дір етемін. Ол келгенде үйдің іші басқа әлемге айналады. Дауыс ырғағы баяу, терең, сөйлегені тыныш, бірақ өңменінен өтеді. Еркектің иісі үйге сіңіп қалады. Сол күні кешкі шайға анам үлгермей қалды. Қанат көке тағы да келді. «Сен ғана қалыпсың ғой үйде», деді кіреберістен маған көз қиығын тастап. Мен ішімнен тек екеуміз ғана деп жалындым ба, қорықтым ба білмеймін. Шайға отырдық, үнсіз, тек шайдың буы ғана екеуміздің арасымызды жалғап тұрғандай. Ол маған қарап отырып, ернін жалап қойды. Қолындағы қасық баяу қозғалды. Мен көзімді төмен түсірдім. Бірақ ұятым емес, денем қысылды. Сол сәтте ол кенет орнынан тұрып, жуынатынға кіріп шығайын. Мен бас изедім, бірақ көзім таймады. Ол бұрылып бара жатып, сүлгісін иығына іліп бара жатты. Төмен қарадым. Ол шалбар кимеген, тек ішкі киім. Тәнімнен бір ыстық леп өтті. Аяғым дір ете қалды. Ұят дедім ішімнен, бірақ көзім сол жерден қозғалмай қойды. Қанат көке солай душқа кіріп кетті, ал мен ұйықтай алмадым. Сол түні көзімді жұмсам да, оның денесі көз алдымнан кетпеді. Бір түрлі діріл, бейтаныс, бірақ тәтті діріл. Ол біздің жай ғана көршіміз деді. Аш менің ішімде қыздың емес, әйелдің оты тұтана бастаған еді. Душтан су сылдыры естіліп тұр. Су тамшылары плиткаға соғылған сайын менің жүрегімде соғып тұрды. Қолымдағы шай суып кетті. Көзім есікке қадалған. Бір сәт су тоқтады. Сүлгінің сыбдыры естілді. Сол сәтте мен демімді ішіме тартып үлгердім. Есік баяу ашылды. Қанат көке сыртқа шықты. Шашы дымқыл, тамшылар мойнын бойлап кеудесіне сырғып барады. Сүлгі тек белін орап тұр. Ол маған ұзақ қарады. Көзінде сөз жоқ, бірақ сезім бар. «Сен шай ішіп отырсың ба?» деді жай ғана. Мен бас изедім, бірақ дауысым шықпады. Ол үстелге шай құйып қарсы отырды. Сүлгісінің бір ұшы сәл сырғып кетіп, жалаңаш артқы жағы көрініп қалды. Мен көзімді тайдырмақ болдым, бірақ тайдыра алмадым. «Сен бой жетіп қалыпсың», деді бір сәтте жымиып. Осы сөз кеудемнен өрт өшірмей жіберді. Мен бұрында бой жеткем дедім, еркімнен тыс бәсең үнмен. Қанат көкенің көзі сәл үлкейіп ерні дір етті. Бір сәт үнсіздік. Ол менің қолыма қолын қойды. Қолы ыстық, мен тартпадым. «Ұят болады» деді, бірақ қолын алған жоқ. Сол түні мен қайтадан ұйықтай алмадым. Бірақ бұл жолы мен ұяттан емес, күту мен құмарлықтан жаным шырқырады. Күн бұлыңғыр еді. Анам түнгі кезектегі жұмыстан қайтпай, әкемнің дауысы бұл үйде естімегелі көп болды. Үйдің іші бос, суық. Сол күні жаңбыр жауды. Терезеге соққан тамшылар бір сәтке де тынбады. Сағат 8 шамасында қоңырау соғылды. «Мен ғой, Қанат көкең», деді есіктің ар жағынан таныс дауыс. Ол кірді. Шапан жамылған, үсті су. Жаңбырдан иісі өзгеше еді. Жаңбыр аралас еркектің иісі. «Жарық жоқ па?» деді ол ішке көз тастап. «Түстен бері өшіп қалды» дедім. «Суық боп кеткен шығарсың». Мен үндемедім, бірақ менің иығымда кішкентай ғана діріл тұрғанын ол байқады. Қанат көке үнсіз шапанын шешіп маған жапты. Сол сәт кеудеме оның жылуы тиді. Мен бала күнімнен бері іздеген жылу. Әкем ешқашан құшақтамаған, анамның дауысы тек ұрысқанға үйренген жылу емес. «Тыныш бол» деді ол мені иығынан құшақтап.
Біз екеуміз терезе алдында отырдық. Жаңбырдың дыбысы мен оның жүрек соғысы ғана естіліп тұрды. Сол жүрек соғысы мені әлдейлеп біртүрлі қорған сезімін берді. Бойымды билеген сол сәт ұят та қорқыныш та емес еді. Ол маған қарай еңкейгенде мен көзімді жұмдым. Бірақ ол ернімді емес маңдайымды сүйді. Сен маған сен қызым деді жай ғана. Сол сөз құмарлығымды өшірген жоқ, керісінше тереңдетіп жіберді. Сол түні мен ұйықтадым, бірақ түсімде менің жанымды да тәнімді де жылытқан қанат көке болды. Сол түннен кейін қанат көкені күту менің күнәм да жұбанышым да болды. Бір кеште тағы да жаңбыр жауып жарық сөнді. Анам жұмыста қалды, әкем алыс сапарда, үйде тек мен және қанат көке. Кешкі ас іштің бе деді. Жоқ дедім жай ғана. Ол ас әзірледі. Үстел шамының әлсіз жарығында оның қимылдары баяу, сенімді көрінді. Мен өзімді бала емес, әйел сезіндім. Ас ішіп болған соң ол менің үстіме көрпе жапты. Суық тиеді деп айтты. Мен жарық өшсе бәрібір тоңамын деп сыбырладым. Сол сәт ол сәл кідірді. Көзінде екі ұдай сезім, ұстам мен тілек. Қасымда отыр деді ақырын. Мен барып оның қасына отырдым. Ол қолын иығыма қойды. Сен әке-шешеңнен жылу көрмедің бе? Жоқ дедім көзіме жас тығылып. Ол мені бауырына басты. Бірақ бұл жолы жүрек соғысы баяу емес, тез еді. Ұят болады деді тағы да. Маған бәрібір дедім мен дауысым дірілдеп. Сол сәт ол маған еңкейіп тоқтады. Мен сені бүлдіргім келмейді деді. Бірақ қолы әлі де менің белімде еді. Сол түні тыйым бұзылды. Махаббат майданында үнсіз шайқасып шыңға жеттік. Әкем ертең келеді дегенді естігенде жүрегім біртүрлі шым ете қалды. Бұл қанат көкеммен жалғыз қалатын соңғы түнім екенін білдім. Кешке жаңбыр жауып тұрды. Электр тағы да өшті. Бөлме тек шамның әлсіз жарығымен нұрланып тұрды. Ол есіктен кірді. Бұл соңғы рет деді ол сыбырлап. Мен жауап бермедім. Тек қолын қыса түстім. Оның демі мойныма тиді. Бір сәтке көзімді жұмдым. Жүрегім дүрсілдеп, тынысым жиілеп кетті. Терезеге тамшылар соғылып тұрды. Бірақ мен тек оның демін естідім. Тоқтайық десем тоқтай алмаймын деді ол даусы қарлығып. Мен оның көзіне қарадым. Сол көздерде тыйымнан асқан шексіздік, жанымда арбап алған жылу мен қауіп бар еді. Ертеңінде мен бөлмемде жалғыз қалдым. Бірақ көрпемде әлі де оның иісі бар еді. Және мен білген едім, бұл қайта оралмайтын жол. Қараңғы бөлмеде перде жартылай жабық. Қанат көке мен менің арамыздағы тыныс ырғағы ғана естіледі. Сол сәтте есік құлпы баяу бұралып анам кіріп келді. Ол тоқтап қалды. Көзінде сұрақ жоқ, тек мұздай үнсіздік. Сен не істеп жүрсің деді, маған емес, Қанат көкеге қарап. Біз сөз таппай қалдық. Анамның қолындағы телефон сілтідей тынды. Бір сәтте ол терезеге қарай бұрылып, келдің бе деді. Сол кезде ғана байқадым, артымда тұр есіктің көлеңкесінде әкем. Шетелден күтпеген жерден келген. Әкемнің көзіне қарау мүмкін емес еді. Онда ашу да, сатқындық та, жүректі қарып өтетін реніш те бар. Екеуің тез кетіңдер менің үйімнен, деді үні темірдей қатты. Қанат көке үнсіз киініп есікке беттеді. Менің аяқтарым қатып қалды. Көзімнен жас парлап жатса да, әкемнің көзі мені жібітпеді. Есіктің сарт етіп жабылған дауысы ғана бөлмеде қалды. Артымнан анамның сыбырын естідім. Енді сен ешқашан бұрынғыдай болмайсың. Сол сәтте түсіндім, бәрі бітті. Бірақ жүрегім Қанат көкеден бас тарта алмады. Біз бірге кеткенімізге 2 апта болғанда кешкісін есік қағылды. Ашу үшін бардым. Бірақ есіктің ар жағында Қанат көке емес, форма киген 2 полиция тұр еді. Сізді кәмелетке толмаған қызды алып кетті деген күдікпен ұстаймыз деді бірі. Артымнан Қанат көке шықты. Түрі бозарып кеткен.
Ол менімен өз еркімен келді деп айқайлады. Бірақ мені ешкім тыңдамады. Мені бір көлікке отырғызды, оны басқа көлікке. Әкем жол шетінде қолын қалтасына салып, ашулы күйде қарап тұрды. Ал анам үнсіз жасын сорғалатып жылап тұр. Сол сәтте мен түсіндім. Біз ойнаған ойын, бұл ойынның бағасы тек жүрек емес, бостандықта екен. Қанат көкені алып кеткен соң мені бірден үйге әкелді. Үй іші тым-тыныш еді. Әкем дастархан басында отыр, көзін көтермеді. Бүгіннен бастап сен менің айтқанымнан шықпайсың, деді даусы суық үнмен. Анам да үнсіз ғана орындыққа отыруымды ишаралады. Сол сәтте мен түсіндім. Енді бұл үйде менің сөзімнің ешқандай салмағы жоқ. Көшеге шығуға да, телефон ұстауға да рұқсат бермеді. Әкемнің көз қарасы әр қадамымды аңдып тұрғандай еді. Жүрегім айқайлап тұрса да тілім байланды. Бұл менің үнсіз жазам еді.